Ал мен үйге келдім, қазір бірінші мамаға реакциясын көретін боламыз. Жоқ, сізді көрсетейін, давайте көріп. Қараңыз мақұл, сіз айтасыз. Бірінші неңіз. Жоқ, күшті. Әдемі. Күшті. Еще бұл жоқ. Қайтады. Кетеді. Әдемі? Күшті. Маманың реакциясы күшті. Сылдың реакциясын көреміз. Дайынсыз ба? Да. Тана баста сен. Күлкімді тыйып алайын. Нормально ма? Нормально ма? Әне күйеуімнің реакциясы осындай. Нормально, вообще да көтем өдім. Мамын шошты қойды ғой, вообще да. Осындай күшік әкелді. Мынау қандай күшік? Алабай. Мә, примерно үлкен болатын күшік қана. Кутя, ой сәнім. Күдей, маған келе жатыр өзі. Құлағымен қиырығын кестіртетін боламыз. Қазақ ит қылайын деп тұр ғой. Нағыз қазақ ит. Мен. Кутя. Дима не? Атын ойластырған жоқпыз, құрмет достар. Атын айтсаңыздар, қандай ат қоямыз. Кешке отзыв жасаймын, 4 ат. Содан таңдайтын боламыз. Түріне қарап қандай ат бересіздер? Бұзық осындай. Бұл бұзық қой, бұл ерке. Мен ит жақсы көрем негізі. Бека мен күшті өнейді. Ал бізге үйге қонақ келейін деп жатыр қазір. Көпемді киіндіріп болдым. Негізі киінгенді кішкентайлардың бәрі жек көрем, прям жынданып, жылап. Бізде солай. Кейде бірақ болады. Жыламай, өзімен өзі жатады. Көбінесе жынданады. Бір қонаққа келдік, жақындап қалдық, қазір көресіздер. Міне кімнің үйіне? Қараңыздар, кімнің үйіне келдік. Қашып кетті ма? Мынандай жігіт бар бұл жерде, мынандай жігіт. Қалайсыңдар? Жақсы болады, өздеріңіз. Түсіргім кеп тұр. Қандай күшті күшік. Ана жақта мысықтар бар екен. Бір мысық, 2 мысық. Ана жерде 3 мысық, қараңыздар. Құлайшыздан. Привет! Қалай жағдай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Болады. Ана плакат алма. Әлі тұр. Назар деп тұрам бір. Қалдарыңыз қалай? Үнтіс қаласың ба? Айттым, үйге қонақ келеді деп. Ол біздің қонағымыз. Фучук! Дайын отырмыз. Сәлем башаңға. Кешір. Қонақ болып келіп қалды біздің. Назар. Сәді көшпен разылық көздейді. Рахмет көп-көп.